Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, біз мынандай бір есеп қарастырайық. Жасанды серік А планетасының төндіруінде Т периодпен айналады. Егер серік тығыздығы А планетасының тығыздығындай болатын В планетасының төндірігінде радиусы бұрынға қарағанда 2 есе үлкен болатын орбитада айналса, онда период қалай өзгереді? Екі жағдайда да орбиталар шеңбер болып табылады. Енді жасанды серікке планета центрге тарқыш күштің әсеріне центрге тарқыш үдеу береді. Соны жазып қояйық бірден. Шеңбер ойын бір қалыпты қозғалыс. Балалар, Ньютон екінші заңы. Енді бұл жерде центрге тартқыш күшті гравитациялық өрістің әсерінен пайда болады. Сондықтан центрге тартқыш күш Ж Р квадрат деп жазуымызға болады. Осы екі күш теңгергендіктен біз енді осыны ары қарата жазайық. А центрге тартқыш үдеу Ж Р квадрат. Бастарын қысқартып жіберейік. Сонда осыдан біз центрге тартқыш үдеудің формуласын шығардық. Ж Р квадрат. Бұл төртінші теңдеу болсын. Центрге тартқыш үдеуді болады біз жылдамдық арқылы өрнектеп алайық. В квадрат бөлінген Р. Бұл бесінші теңдеу болсын. Ары қарата 4 мен 5 теңестірейік те жылдамдықты тауып алайық. В квадрат бөлінген Р болады Ж бөлінген Р квадрат. Қысқартып жіберейік. Қалғанын жазайық балалар. Сонда В квадрат тең болады Ж бөлінген Р шықты. Бұл жетінші теңдеу. Енді массаны ары қарата ашып жазайық балалар. Планетаның массасы ρ көбейтілген В. Арата В-ны да ашсаңыз балалар. Шеңбер дегеніміз шар ғой балалар. 3-тен 4 пи Р куб болады. Бұл сегізінші теңдеу. Біздің массамыз мынадай формула шықты балалар. Ро 3-тен 4 пи Р куб. 9-ды 7-ге қойық балалар. Жазып қойық. 9-ды 7-ге қоямыз. В квадрат бөлшексіз қойық. Ж ро мынауымыз біздің Ж балалар. Ро 3-тен 4 пи Р куб бөлінген Р бар. Біреу қысқарады. Сонда мына біреу қысқарады балалар. Сонда коэффициентті алдына шығарып 3-тен 4 Ж ро пи Р квадрат шықты балалар. Өзінің жылдамдық формула шықты. В квадрат 3-тен 4 Ж ро пи Р квадрат. Бұл біздің 10-шы формула болсын балалар. 10-шы формула болсын. Енді балалар шеңбер бойымен бір қалып қозғалыс кезіндегі жылдамдық формуласы табу өте оңай. Мынадағы суретке қарап біраз түсіндіріп кетейін балалар. Егер дене А нүктесінде тұратын болса, жерде А нүктесінде тұратын болса, А нүктесіне жол жүрген кезде шеңбердің ұзындай жол жүреді. Ал оған кеткен уақыт толып бір айналма кеткен уақыт толып период болады. Сонда біз сұлбаға қарап шеңбер бойымен қозғалыс кезінде жылдамдық формуласын оп-оңай есімізге түсіре салуға болады екен. 2 пи Р шеңбердің ұзындығы бөлінген толып бір айналма кеткен уақыт Т екен. Яғни жүрген жолды уақытқа бөле салдық болады. Ешқандай қиындығы жоқ екен. Енді осыны 11-ді 2 жағын квадраттап жіберейік. Бұның квадраты 4 пи квадрат Р квадрат Т-ның квадраты. Бұл біздің 12. 10 мен 12-ні теңестіре салайық. 10 жағы тең, сол жағы өзара тең деп жазуымызға болады. 4 пи квадрат Р квадрат бөлінген Т-ның квадраты 3-тен 4 Ж ро пи Р квадрат. Р квадрат пен Р квадрат қысқарсын. 4 пен 4 қысқарсын. Пи квадраттың біреуі қысқарсын.
Осы жерден тік квадрат тауып алайық бұлар. Бұл 13 деп жазып қояйық. Пиреттің квадратын. Тік квадрат. 3 пи қалды үстінде, астында ро ж қалды. Мынау 14. Енді осыны таба салайық бұлар. Т тең болады. Түбір астында 3 пи бөлінген ро ж. Ж екен. Пи. Бұл біздің 15-ші теңдеу қалды. Балар, біз қорытып шыққан формулада ешқандай радиус жоқ. Яғни шеңбердің орбиталь радиусына тәуелсіз деген сөз. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар балалар.